Сәлеметсіздер, мен құрметті қымбатты тарау әлемінің көрермендері. Бүгін сіздерге қазақша пассиян ұсынамын. 21 шілдеден 31 шілдеге дейін тоқты белгісін не күтеді, соны қарайтын боламыз. 21 шілдеден 31 шілдеге дейін тоқты белгісін не күтеді. 21 шілдеден 31 шілдеге дейін тоқты белгісін не күтеді. Мен 5 карта шығарамын, сәйкес келген сурет бізде жағдайды білдіреді. Егер мен тауып алмай, сіз тауып алсаңыз, онда маған жазыңыз, мағынасын міндетті түрде айтамын. Так, бірінші сәйкес келген, қараңыз сіздерге тоқты белгісі. Ол бізде ағаш сәйкес келді. Келесі қарайық. Келесі. Сәйкестік көрінбейді. Күн сәйкес келді, өзі сәйкес келді, өте жақсы белгі бізде күн. Басқа терім сәйкес келді сіздерге. Және соңғы. Және сізге осында фильм сәйкес келді. Бұлай сәйкестендіруге болады. Так, жақсы. Енді жақсын табайық, жаманнан құтылайық. Жақсы белгіден сіздерге қарайық, күн сәйкес келді. Кілт бір жарты осында, екінші жарты осында сәйкес келмеді. Басқа жүрек бір жарты осында, екі жарты осында сәйкес келмеді. Сақина бір жартысы осында, екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Аққу бір жартысы осында, екінші жартысы сәйкес келмеді. Тағы жақсы белгіден бізде рок бір жартысы осында, екінші жартысы сәйкес келмеді. Тағы икона бізде сәйкес келмеді, олень сәйкес келмеді. Кеме бір жартысы осында, екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Басқа сәйкестік көріп тұрған жоқпын. Егер тауып алсаңыз, жазыңыз, міндетті түрде жауабын айтамын. Сонымен қарайық. Мынау бізде екі түрлі нәрсе, айта кетейін, басқа сәйкестік жоқ секілді. Сонымен қарайық, бірінші сізге сәйкес келген, ол бізде, сізге айна сәйкес келді, осы жерге қараңыз. Айна сәйкес келді. Бұлай сәйкестендіруге болады. Міне, бұлай айна сәйкес келді. Басқа жоқ секілді. Жақсы. Басқа көрінбейді. Жақсы, бірінші ол бізде, бірінші сәйкес келген, ол бізде ағаш, ағаш сәйкес келді. Ол бізде жалғыздықты білдіреді. Өзіңізді шілденің 21-22-сінде жалғыз сезінесіз. Немесе бір істі жасау барысында тек қана өзіңіздің күшіңізге ғана сену қажет болады. Келесі сізге сәйкес келген, ол бізде айна сәйкес келді. Айна, зеркало, ол бізде 23-24-інде сәйкес келген. Ол сізде өзгеріс болады. Жұмыста, оқуда бір өзгерістер күтеді сізді. Келесі сізге мұнда күн сәйкес келді. Ол күн өте жақсы белгі. Қуанышты білдіреді, сәттілікті білдіреді, және сізге өзінің сезімін білдіруі мүмкін.
мүмкін, соған байланысты өзгерістер болуы мүмкін. Келесі сәйкес келген бізде сәйкес келген белгі бізде мұнда тағы бір жақсы белгі сәйкес келді. Қараңыз былай. Ол бізде 3 ат, троица дейді орыстарда. Ол 28-29-да болатын жағдай сізге сіздің жолыңыз ашылады. Ашық жолыңыз ашылады. Барлық жерге барғыңыз келсе жақсы тез жетесіз. Мақсатыңызға жолыңыз ашық болады. 27-28-де. Келесі сізге түскен ол бізде терім түсті. Терім ол үйді білдіреді. Бір мемлекеттік мекемеге барасыз. Мысалы, салық төлеуге барасыз. Немесе мектепке барасыз. Бір мемлекеттік мекемеге барасыз. Және сізге соңғы түскен филин түсті. Филин ол бізде абыржу, бір нәрсеге уайым білдіреді. Осы жерден бір сізге жағымсыз хабар келіп, соған уайымдайсыз ба? Ол бізде 28-29-да болады. Бір уайым пайда болады сізде шілденің аяғында тоқта белгісі. Осындай сізді 10 күн күтеді. Енді қарайық қандай кеңес береді. Кеңес тоқты белгісіне 21 шілдеден 31 шілдеге дейін тоқты белгісіне кеңес. 21 шілдеден 31 шілдеге дейін тоқты белгісіне кеңес. 21 шілдеден 31 шілдеге дейін тоқты белгісіне кеңес. Кеңес алайық. Сізге 8 мечей түсті. 8 мечей сізге кеңес тоқты белгісі. Сіз өзіңіздің депрессиядан шығу керек. Егер депрессияда болса, қорқыныш болса, осы қорқынышты жеңу керек. Және батыл қадам жасау керек, қорықпау керек. Барлығы сіздің ғана басыңызда, ешқандай қауіп қатер ортадан келіп тұрған жоқ. Егер бір істі бастағыңыз келсе, оны бастаңыз. Және сізге күн шықты, ісіңіз жүреді, алға басады. Барлық қорқыныштан құтылыңыз. Сізге кеңес осындай, осы 10 күнге тоқты белгісі. 10 күндеріңіз сәтті өтсін. Арнаға жазыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті қымбатты Тарол әлемнің көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздерге қазақша пассианс сынамы 21 шілдеден 31 шілдеге арыстан белгісін не күтеді, қандай жағдай күтеді, соны қарайтын боламыз. Арнада апталық жорамал және шілде айына болжам бар. Осы болжамды да өтіп қараңыз, өтініш. Сонымен болжамымызды бастайық. Арыстан белгісін не күтеді? 21 шілдеден 31 шілдеге дейін арыстан белгісі не күтеді? Бірінші шілдеден 31 шілдеге дейін арыстан белгісі не күтеді? Бес карта шығарамын, сәйкес келген сурет бізде жағдайды білдіретін болады. Егер мен суретті тауып алмай, сіз тауып алсаңыз, міндетті түрде жазыңыз, жауабын айтамын. Сәйкестік көріп тұрған жоқпын. Жақсы белгі, бірінші сәйкес келген, сіздерге рок сәйкес келді.
келесі шаян сәйкес келді. Басқа қарайық. Басқа жақсыны табайық, жаманын құтылайық. Жақсы белгіден сіздерге күн, қарайық. Күн бір жартысы міне, екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Сізге мұнда тағы корона сәйкес келді. Бірге қарастыруға болады. Келесі колесо сәйкес келмеді. Кілт бір жартысы осында, екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Келесі сақина бір жартысы осында, екінші жартысы сақинаның екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Мұнда сізге тағы да мынандай музыкалық аспап сәйкес келді. Басқа тағы етік сізге сәйкес келмеді. Басқа сәйкестік көріп тұрған жоқпын. Олень бізге сәйкес келмеді. Икона бір жартысы осында, екі жартысы осында сәйкес келмеді. Қыз бір жартысы осында, қыздың екі жартысы осында сәйкес келмеді. Троица бізде мұнда бір жартысы осында, екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Басқа сәйкестік көріп тұрған жоқпын. Егер тауып алсаңыз жазыңыз, міндетті түрде жауабын айтамын. Сонымен сәйкес келген бірінші, сіздерге сәйкес келген бірінші жағдай, ол бізде музыкалық аспап сәйкес келді. Ол бізде тыныш өмірді білдіреді. Өміріңіз тынышталады шілденің 21-22-сінде. Келесі сәйкес келген белгі бізде келесі сәйкес келген рок. Ол бізде табысты білдіреді, табыс келеді сізге. Біреу қарызыңызды қайтарамы, немесе жалақы түсемі, шілденің аяғында сізге ақша, қаражат, табыс түсіп тұр. Келесі сізге шаян түсті. Шаян ол бізде бір кедергі болады шілденің ортасында, шілденің аяғында таман сізде кедергі түсті. Жұмыста кедергі бола ма, жолда кедергі бола ма, немесе осында бір кедергі түсті сізге. Келесі сәйкес келген ол бізде тәж сәйкес келді, корона сәйкес келді. Ол бізде бақытты білдіреді, үлкен бір бақыт, қуаныш болады. Осы сәтсіздік сізге, сәтсіздікті жеңесіз, сізге бақыт түсті, қуанасыз, үлкен қуаныш түсті сізге. Келесі сәйкес келген бізде басқа сәйкес келген көріп тұрған жоқпын. Осындай сізге 10 күн түсті. Егер тауып алсаңыз жазыңыз. Сонымен қарайық, қандай сізге кеңес керек, кеңес береді. Кеңес осы 10 күнге 21 шілдеден 31 шілдеге дейін кеңес арыстандарға, 21 шілдеден 31 шілдеге дейін кеңес арыстандарға. Қандай кеңес арыстандарға? Картадан. Четверка жезлов. Четверка жезлов сізге бір тұрақтылық, бір тұрақтылықты білдіреді. Четверка бізде
сізге тұрақталу керек. Мысалы, жұмыс таңдап жүрсеңіз, бір жұмысты таңдап, сол жұмысқа кіру керек, бір тұрақтылық орнату керек өміріңізде. Егер сіз көшіп жүрсеңіз, бір үйді таңдап, сол бір үйді тұру, тұрақталу, мысалы, үйлену, үйді болу, өміріңізге тұрақтылық алып келу керек. Арыстандар сол тұрақтылық туралы ойлау керек. Сізге осы 10 күнде. Сондай сізге кеңес картадан. 10 күндеріңіз сәтті өтсін. Арнаға жазыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті қымбатты Таро әлемінің көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздерге қазақша пассианс ұсынамын. 21 шілдеден 31 шілдеге дейін берген белгісі не күтеді, соны қарайтын боламыз. Осы болжамды мен старинный русский пассианс арқылы жасайтын боламын. 5 карта шығарамын және квадрат жасаймын. Сәйкес келген сурет бізде жағдайды білдіреді. Және кеңес аламын, бір кеңес картадан осы 10 күнге мергендерге. Сонымен болжамымызды бастайық. Арнада апталық жорамал және шілде айының болжамы бар. Осы болжамдарды да өтіп бағасын беріңіз, өтініш. Егер менің видеоларым, жұмысым ұнап жатса, донат арқылы көмектесе аласыз. Номеріме кез келген соманы жіберу арқылы. Сонымен болжамымызды бастайық. 21 шілдеден 31 шілдеге дейін мерген белгісі не күтеді? 21 шілдеден 31 шілдеге дейін мерген белгісі не күтеді? 21 шілдеден 31 шілдеге дейін мерген белгісі не күтеді? Қазір бір минут. Жиырма бірінші шілдеден 31 шілдеге дейін мерген белгісі не күтеді? Егер мен сәйкес суретті көрмесіз көрсеңіз, міндетті түрде жазыңыз, мағынасын айтамын. Сәйкестік көріп тұрған жоқпын. Тағы қазы қараймыз. Сәйкестікті табамыз. Сонымен қарайық. Бізді бірінші сәйкес келген, міне айна сәйкес келді сіздерге мергендер. Келесі сәйкестікті іздейік. Мұнда бізде күн бір жартысы, міне екі жартысы осында сәйкес келмеді. Жүрек бір жартысы осында, екінші жартысы, жүректің екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Басқа кілт бір жартысы осында, екі жартысы сәйкес келмеді. Басқа кеме бір жартысы осында, екінші жартысы, кеменің екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Басқа сәйкес сізде гүл бір жартысы осында, екі жартысы осында сәйкес келмеді. Фильм сәйкес келді сіздерге мұнда қосы. Басқа
тағы сәйкестік басқа сәйкестік көріп тұрған жоқпын. Бұл бізде екі түрлі нәрсе. Так, мында қыз сәйкес келді, сіздерге қараңыз. Жылан сәйкес келді, қыз сәйкес келді сіздерге. Бұлай сәйкестендірге болады, бұлай сәйкестендірге болады, және мұнда жылан сәйкес келді. Ескерту ретінде басқа сәйкестік көріп тұрған жоқпын. Аққу бізде бір жартысы, екінші жартысы осында. Еттік бір жартысы осында, екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Құлып бұлай сәйкестендіруге болады. Басқа сәйкестік жоқ. Сақина бір жартысы осында. Сақинаның екінші жартысы, сақинаның екінші жартысы. Сақинаның екінші жартысы. Так, көріп тұрған жоқпын. Міне, сәйкес келмедім. Сонымен сәйкес келген бізде бірінші жағдай мергендер сіздерге филин сәйкес келді. Филин ол бізде құс, ол бізде ескертуге жатады. Сізде бір нәрсеге уайым болады, уайымдайсыз бір нәрсені. Шілденің 21-22-сінде бір уайым болады сізде. Қиналасыз, уайымдайсыз бір нәрсені. Келесі сізге сәйкес келген ол келесі сәйкес келген белгім бізде айна сәйкес келді. Айна ол 25 шілдеде болатын жағдай. Айна сіздің ісіңізде өзгеру болады, өзгерісті білдіреді, немесе біреу сізге айна сыйлайды, мысал ретінде. Бірақ жұмыста бір өзгерістер болады, жұмыста, оқуда өзгерістер болады. Келесі сәйкес келген сіздерге мұнда жылан сәйкес келді. Жылан ол бізде денсаулыққа назар аудару керек, және осы пациентта бізде жылан бір ақыл кеңес болады сізге, келеді сізге адамнан. Соны білдіреді, және қыз сізге түсті. Қыз ол бізде шілденің аяғында 30-31-де сізге қыз түсті. Қыз бір адаммен кездесу болады, қызбен, және сізде жаңа кездесу, танысу, хабар алысу, сондай бір өміріңізде біреуге сезімін білдіру, флирт білдіреді, қызбен болады сізде 30-31-де. Осындай сізді 10 күн күтеді. Мерген белгісі денсаулығыңызға назар аударыңыз, және бір абыржу болады сізде, қобалжу болады, бір нәрсеге уайым болады шілденің 21-22-сінде. Сонымен кеңес қарайық, қандай сізге кеңес береді. Кеңес картадан, кеңес 21 шілдеден 31 шілдеге дейін мерген белгісіне кеңес. 21 шілдеден 31 шілдеге дейін мерген белгісіне кеңес. Кеңес сіздерге. Сіздерге кеңес девятка пентакли түсті. Девятка пентакли мергендер өзіңіздің денсаулығыңызға назар аударыңыз, өзіңізді күтіңіз, өзіңізге жақсы дәрумендер алыңыз, өзіңізді демалысқа шығарыңыз, демалыңыз көбірек, дәрумен алыңыз,
спа салон массажға барыңыз, өзіңізге қаржы жұмсаңыз, өзіңізді ойлаңыз, басқа адамдарды ойламай, өзіңізге осы жинаған қаржыдан өзіңізге бөліп, өзіңізді көбірек ойлаңыз. Сізге сондай кеңес. 10 күндеріңіз сәтті өтсін. Арнаға жазылыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар.